Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 17-ші сабақты қарастырамыз. Өзімізді тексереміз. Нені үйренгенімізді тексереміз. Бірінші есепке назар аударайық. Көп таңбалы сандарды қалай оқу, жазу және салыстыру керектігін түсінемін және білемін. Сандарды жаз. Мыңдар класының 5 бірлігін, миллиондар класының 48 бірлігі және мыңдар класының 500 бірлігі, миллиондар класының 702 бірлігі және 205 бірлік. Яғни, мыңдар класының 5 бірлігі 5000 болады. Миллиондар класының 48 бірлігі және мыңдар класының 500 бірлігі 48 миллион 500 мың болады. Миллиондар класының 702 бірлігі және 205 бірлігіміз 702 миллион 205 болады. Келесі екінші есепке назар аударайық. Шамалар туралы білімімді қолданып, олармен есептеулер орындаймын. Яғни салыстыр. 2-ден 1 сағат артық 4 минут қосу 24 минуттан. Себебі 1 сағатта 60 минут бар, 60-тың жартысы 30 минут болады. 20 минутқа 4 минутты қоссақ 24 минут болады. Келесі 1000 куб дециметр көбейту 20. Яғни 20 000 куб дециметр болады. 4-ті 5 куб метрге көбейтсек 20 куб метр болады. Оны дециметрге айландырсақ 20 000 куб дециметр болады. Яғни 20 000 куб дециметр тең болады 20 000 куб дециметрге. Келесі 20 минут көбейту 3 болады 60 минут. 60 минутымыз 1 сағат болады. Яғни бір тәулікте 24 сағат бар. 24 сағаттың 2-ден 1 бөлігі 12 сағат болады. Яғни 1 сағат кем 12 сағаттан. Келесі 50 гектар бөлу 10 болады 5 гектар. Келесі жақ шеті 50 ар көбейту 2 100 ар болады. Яғни 100 арды гектарға айландырсақ 1 гектар болады. Яғни 5 гектар артық 1 гектардан болады. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Сандар заңдылығына және көп таңбалы сандардың разрядтық құрамына талдау жасай аламын. Сандарды оқы, жаңаланған сандарды өсу ретімен жаз. Берілген санымыз 538 667 екен. Бұл жердегі бірлік мыңды 2 есе кемітсек, 534 667 саны шығады. Келесі берілген санымыз 587 483 екен. Ондық мыңды бірге арттырсақ, 597 483 болады. Келесі берілген санымыз 974 239 екен. Ондықты 4-ге арттырсақ, 974 279 болады. Келесі санымыз 412 000. 100-дік мыңды 3-ге кемітсек, 112 000 болады. Келесі берілген санымыз 800 701 екен. Бірлік мыңды 5-ге арттырсақ, 805 701 болады екен. Енді осы алынған сандарды өсу ретімен жазайық. Яғни 112 000, 534 667, 597 483, 805 701, 974 279. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Көрсетілген соманы шетелдік валютамен ұсақ ақшаға айырбастай аламын және есептеу жүргіземін. Балалардың қайсысының әмиянында ақша көбірек? Әр балада қанша ақша бар екенін қалай есептеуге болады? Яғни, қыз баланың әмиянында 50 теңгеліктен 3, 2 теңгеліктен 2 және 1 теңгеліктен 6 бар екен. Яғни қыз баланың әмиянында барлығы 160 теңгесі бар екен. Ал ұл баланың әмиянында 50 теңгеліктен 2, 2 теңгеліктен 3 және 1 теңгеліктен 2 бар екен. Барлығы 108 теңгесі бар екен. Демек, қыз баланың әмиянында ақшасы көбірек екен.
Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есептеулердің дұрыстығын тексере аламын. Дұрыс есептелген бе тексер, қателерді түзет. Яғни бірінші есебімізге назар аударайық. 134.544-ге 356-ны қосқанда 134.900 болады. Яғни бірінші есебіміз дұрыс есептелген екен. Екінші есебімізге қараймыз. 195.837-ге 6273-ті қосқанда 202.110 болады. Яғни екінші есебімізде дұрыс орындалған екен. Енді келесі есепке назар аударайық. 701.004-тен 96.547-ні азайтқанда 604.457 болады. Бұл жерде жүздікте қателік кеткен. Келесі есебіміз 480.000-нан 79.996-ны алғанда 400.004 болады. Яғни бұл жерде ондықта қателік кеткен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.